жатсады екенсіңдер. Жұмыстарыңыз қалай, Тақсим бей? Аллаға шүкір. Диқан екенсіз ғой. Иә. Егістік пе әлде бақшама? Егістік жерлерім, бау-бақшаларым бар. О, сонымен қоса кооперативте де жұмыс істейді. Бәрі келді, жарайсыңдар. Шевкет қашан келеді? Жолда шығар, қазір келіп қалар. Неге сұрадың? Кеткелі отырсың ба? Біраз отырармыз, бірақ жолымыз алыс. Еш қайда да жібермеймін. Бүгін осында қонасыңдар. Қона алмаймыз. Бүгін ондай жоспармен келмеген едік. Бас сұғып шыққандарың жарамайды, жібермейміз. Өтінем, әпке, кетпеңдерші. Балалар күтіп қалады ғой. Кел ағай, менің алдыма тұр. Үйде әжелері бар екен ғой, қалсаңдар Фикрет. Ертең қайтарсыңдар, әбден сағындық қой жаным. Қалғың келсе қал, мен қайта берейін. Болмайды. Рас айтам, балалар үшін қайтуымыз керек. Қараш енді. Қолға салма қайры. Әркімнің өз тірлігі бар емес пе? Бірақ кешкі тамақты бір кешеміз. Астан аттап кетпейсіңдер. Жарайды. Бәрекелді. Мен тамақ әзірлеуге кірісейін. Айыпқа бұйырмаңдар, азық түлік әкеле алмадық. Бармен базар дегендей. О не дегеніңіз, біз бөтен емеспіз ғой. Ферхунде, Ләйлә, қане қыздар, ас үйге барайық. Мен де барайын. Сен отыр, қонақсың ғой. Дегенмен жүр, әңгімелесейік. Қанеке, мына жерге отыра ғой. Келші бері, тағы бір құшақтап сүйейін. Жаным сол. Не әзірлейміз? Бірдеңе ойлап табармыз қазір. Жездеміз жаман емес. Бір-біріңді сүйесіңдер ме? Ләйла. Саған елжіреп қарайды. Жаурадым үстіме, бірдеңе киіп келейін. Сен кеткелі көрмегенді көрдік қой. Естіп те жатқан шығарсың, Нейір ханым жеткізіп тұрады. Жаныма бататын ештеңе айтпайды. Демек, Джейданың баласының Оғыздан екен білмейсің ғой. Неджланың Оғыздан кетіп қалғанын, қазір оның қайда жүргені беймәлім екенінде. Ферхунде, түк істемейтін болсаң, мына жерді тарылтпа. Бар, бөлмеңе бар. Кейін сөйлесерміз. Ештеңе сұрама. Дәл қазір шырқымыз бұзылмасын. Қызымды көптен бері көрмедім. Итпен құсты әңгіме қылам ба, кетсін шәрі. Өзің туралы айтшы, жағдайың қалай? Көңілің орнықты ма? Бәрі жақсы. Жарайды онда. Седеф, тезірек мұнда келші қызым. Ай, құдайым ай. Не болды? Ананы қара, анау Тақсиннің көлігі ме? Я дәл өзі. Шатастырдым ба десем. Жоқ апа, 54 нөмірлі соныкі. Фикрет келіпті, бәрі келді. Тоқта, құлап қалмаш. Тақсин жалғыз өзі келмеген шығара, бірдеңе боп қалмас екен. Қой шапа. Ай, бәсе, олар аяққа жығылып келген ғой. Жүр кеттік. Барсақ ұят болар. Ай, ол да дұрыс қызым. Жарайды, онда телефон соғайық. Алғаш рет сөйлескенімізде маған Фикрет туралы біраз айтқан едіңіз. Бір-бірімізді енді танып келеміз. Фикретті кездестіргенім үшін, жарым болған үшін өте бақыттымын. Не айтқыңыз келгенін күн өткен сайын ұғынып келем. Мұныңызға өте қуанып отырмын. Айып етпеңіз. Тыңдап тұрмын. Али Ирзабей. Тыңдап тұрмын, Нейір ханым. Есік алдында Тақсиннің көлігін көрдім. Фикрет келді ме? Иә, ойламаған жерден келіп қалды. Көз айым болыпсыздар ғой, өте қуаныштымын. Фикрет қалай, жақсы ма? Жақсы, Аллаға шүкір. Келмейсіздер мен. Жоқ, бүгін өздеріңіз мәре-сәре болып жатқан шығарсыздар. Көлікті көрген соң қуанып сұрап жатқаным ғой. Фикрет ас үйде анасының қасында. Шақырайын ба? Жоқ. Мен ылғи сөйлесіп тұрам ғой. Қайта өздеріңіз рахаттанып сөйлесіңіздер. Ал енді қуаныш ұзағынан болған. Рахмет. Екеуіне де сәлем айтыңыз, сау болыңыз. Айтайын, сәлемет болыңыз.
сәлем айтып жатыр. Сәлемет болсын. Қызым, Ойпырмай, бұлардың үлкені де кішісі де қып-қызыл бәле. Кеш батты ана қыз әлі жоқ. Бірдеңеге ұшырап қалмасын де. Жаман ойдан аулақ болш, жевре тәте. Заман жаман, ұры қара алаяқтар қаптап жүр. Күнде естіп отырамыз. Құдай сақтасын. Жағдайымды көріп отырсың. Бала бақсын деп алған келініміз рахаттанып қыдырып жүр. Кешке дейін жамбасым жер искемейді. Одан қалса қашан келді, қашан кетті, бек көзім төрт болды. Обал болдау сізге де. Қайтейін, елдің жаны ашиды, баламның жаны ашымайды. Мен әлгі сайқалға қалай жығып беретінін көрсен қой. Басын дуалап тастапты. Таныс адамым бар, дуасын қайтарамыз, алаң болма. Жақсы болар еді. Баламның көзі анасында баласында көрмейді, мүлдем көңіл бөлмейді, мүлдем. Әпкеме жақсылап тапсырды. Бауырларымды алып кет деді. Ендеше неге алып кетпеді? Біз қайдан білейік? Адамды осылай да қинай ма екен. Ой, жүрегім қысты Алаң ғой. болмаш, досына кеткен шығар. Әкем досыңа барушы болма деген. Әкелері анасын тыңдамаса, балалары оны қайдан тыңдасын? Ай, жоқ деймін, жоқ. Бұл қыздың келетін түрі жоқ. Не істесем екен, Тахсинге хабар берейін де. Сәл күте тұр, оның мазасын алма. Көлік тізгінінде отыр ғой, есі шықпасын, Құдай сақтасын. Ай, уф. Не кейіңіз? рахмет сізге. Сау болыңыз. Бекірет, отырсаңшы қызым, сен жолдан келдің ғой. Біз бүгін ерте келгенбіз. Кестелерімді өткіздік. Дәл кетерімізде кіріп шығайық дедік. Көп жасаңыз Тахсин бей. Сізге мың алғыс. Келші жаным, отыршы. Ағам шығар, сен үндемей тұр.